Қайырлы күн, менің есімім Манель. Мен өздеріңізбен корпоративті КМФ демеу қорының қолдауымен және Мост бизнес инкубатор ынтымақтастығының нәтижесінде ұйымдастырылған Финбос курсында кездескеніме қуаныштымын. Рахмет, бүгін біз өте қызықты тақырыпты қозғаймыз. Шығынды бақылау. Біз сіздермен бюджет жасап үйрендік, бірақ сол бюджеттен шықпаймыз десек те, кейде жоспардан тыс заттарды сатып алып, ойламаған жерден шығын жасаймыз. Сөйтіп жоспарымыздың күл-талқаны шығады. Не себептен олай болады деп ойлайсыздар? Мұның бәрі дұрыс есептелмегеннен, егерде біз күн сайын 500 теңге жұмсасақ, айына 15 000 теңге шығады. Ақшаны жоғалттық. Пандемия басталған кезде көбіне азық-түлік пен дәрі-дәрмекке жұмсалды. Рахмет балалар, расымен бізде ұсақ-түйекке өте көп қаржы кетеді. Осындай сауданы ақшаны ұрлағыш деп атайды. Айтыңыздаршы, соңғы рет қандай эмоцияға беріліп кетіп, не сатып алдыңыздар? Мәселен, мен тәттіге көп ақша жұмсаймын. Онда сенің көңіл күйің болмай жүргені ғой. Мен дүкеннен нан алып тұрып, жеңілдікпен тізімге заттарды сатып аламын. Сендер ғана емес, елдің көбі осылай істейді. Мен де жеңілдік көрсем, маған қажет па, қажет емес па, ойланбастан сатып аламын. Мен плюш ойыншықтарды жақсы көрем. Көрсем, алғым кеп тұрады. Иә, біздің эмоциямыз осылай ойламаған жерден сауда жасауға итермелейді. Сіздер білесіздер ме, маркетолог деген мамандық бар. Олар тауарды өткізу үшін жұмыс істейді. Маркетолог тауарға деген сұраныс пен ұсынысты зерттеп, мұнымен қатар бизнестің табыстылығын арттыру мақсатында арнайы шаралар ұйымдастыратын маман. Ірі компаниялардың барлығының маркетинг стратегиясы бар. Олардың қармағына түсіп қалмас үшін және соған қарсы тұру үшін не істеу керек? Ментальды қақпаның бірнеше түрі бар. Соған тоқталайық. Біріншісі ашкөздік. Ментальды қақпаның бұл түрін қалай түсіндіресіңдер? Адамның ашкөздігі көп ақша тапқысы келеді. Олар 4000 теңге тұратын заттың бағасын 3700 деп қою мүмкін. Ал бізге бұл арзан болып көрінеді. Олар психологиялық тұрғыда жұмыс істейді. Қандайын атап өтші? Мысалы, сауда үйлерінде адамның психологиясына миына әсер ететін музыка қойып қояды. Ол да сатып алуға итермелейді. Иә, келісемін, бұл маркетологтардың өте кең тараған әдістерінің бірі. Кейде дәл осы тауар түрі аз қалды, енді әкелмейміз деп алдайды. Жарайсың. 3 зат сатып алсаң, 4-шісі тегін деп те қызықтырады. Супермаркеттерде үлкен қораптарды әдейі қойып қояды. Олар музыка тыңдап жүріп көбірек зат алсын деп. Мәселен, 90% жеңілдік 2 күн ғана деп жазып қояды, ал сен соған алданып, оны жіберіп алмауға тырысасың. Иә, бұл дәл солай. Жалпы хабарларыңыз бар екен. Маркетологтар осындай әдісті пайдаланып, адамның эмоциясына әсер етеді. Ментальды қақпанның келесі түрі қорқыныш. Бұл туралы ойларыңыз қандай? Бізде осының 2 ғана данасы қалды, енді оны қашан әкелетініміз белгісіз, болмауы мүмкін дейді. Шектеу өте жақсы мысал. Мұндай компьютерлік ойындарда да кездеседі. Белгілі бір ойынның әдісін қазір алып қарамасаң, кейін мүлдем болмайды деп қорқытады. Мен өз басым бірнеше рет алданып, өз бағасынан 2 есе көп төлеп қойған кезім болды. Тіпті компьютерлік ойындарда да қолданады екен ғой. Кейде бұл біздің бестселлер деп мақтауын асырады. Бұл да әсер етеді. Жақсы, я да мир. Кейбір сүт өнімдерінің мерзімі ұзақ уақытқа көрсетілген, оны да адамдар алып қоюға тырысады. Жақсы, я балжан. Кейде кітап дүкеніне барып ізденгеніңді таба алмайсың, бірақ саған шетелден алдырып береміз деп уәде береді, сөйтіп жеткізіп бергеніне тағы да ақша алады. Мәселен, қара жұма дегенді шығарды. Осы кезде жеңілдік жарияладық деп талай тауарын сатып жібереді, ал шын мәнінде олар ешқандай желінген жоқ. Иә, қара жұма шын мәнінде тұтынушыны тартудың бірден бір жолы болып қалды. Жеңілдік бір күн ғана, осыған үлгермесең, келесі күні тауарды бұрынғы бағасымен алуыңа тура келеді деп айтатындар көп.
Я қара жұма әлемнің барлық елінде бар. Шын мәнінде аса жеңілдік жоқ, бірақ халық соған сенеді. Біз бәріміз ешкімге ұқсамайтын бірегей тұлға болғымыз келеді. Мұны маркетологтар жақсы біледі. Сондықтан эмоциялық қақпанға түсіру үшін не істейді? Барлығы бар жоғы 10 мың дана ғана шығарылды. Саны шектеулі. Қазір алмасаң кейін мүлдем қолың жетпейді дейді. Тағы осы сияқты қайталанбайтын дана деп те айтады. Бұл сізге өте қажет зат. Алсаңыз өкінбейсіз дегенде қалай сатып алғаныңды білмей қаласың. Бәрі сән қуалап әдемі киінгісі келеді. Жаңалықты іздейді, бренд қуалайды. Сөйтіп қарапайым ыңғайлы киім алудың орнына бренд болған үшін бірнеше қымбатына ұрынады. Менің ойымша бұл дұрыс емес. 10 есе қымбат баға төлеу ақымақтық. Бренд үшін ғой. Кейбір блогерлер үлкен компаниялардың өнімдерін жарнамалайды. Жігін жатқызып айтатыны соншалық сеніп қаласың. Айтады ғой, егер роликте жарнама болмаса, сол роликтің өзі жарнама деп. Я, барлық блогерлер жарнама жасайды, ал оны бәрі көреді, қызығады. Керемет, блогерлер туралы өте қызықты мәселе қозғадық. Мынандай бұлжытпай орындайтын ережені сақтаңыздар. Егер шығыныңды қадағалап басқара алмасаң, онда ол сені басқарады. Қаржылық басқарудың алтын ережесі. Маркетологтар бізді басқаруға ұмтылса, біз оған қарсы қимыл жасауымыз керек. Яғни корпоративтік сектордың қорғанысын жасаймыз. Үлкен компаниялардың ішкі жағында не болып жатқанын бақылайықшы. Керегі өзіміздің күнделікті өмірімізде қолданатын боламыз. Қазір мен сіздермен бірге корпоративтік әлемнің 3 техникасын талдаймын. Бірінші техника адам сағаты деп аталады. Кім айтады? Бұл нені білдіреді? Адамды бір сағатқа жалдау, төлемнің бір түрі. Әрбір адамның бір сағатқа өзінің бағасы бар. Сағат адам белгілі бір жұмыс істеген мерзімді, оның көлемін білдіреді. Яғни ол адам қанша уақыт жұмыс істеді, сол жасаған шаруасына қанша ақша алады. Соның барлығы сағатқа бөлінгенде оның бағасы шығады. Өмірінің бір сағатының құны десек те болады. Өйткені біз жұмыста өте көп уақыт жұмсаймыз. Қайсыңыз өздеріңіз жұмыс істеп ақша таптыңыздар? Маған бір күндік түсірілімге 10 мыңнан 20 мың теңгеге дейін қаржы төлейді. Соңғы гонорарың қанша болды? Мына техниканы қалай жұмыс істейтінін білу үшін есептейік. Соңғы гонорарым 10 мың теңге. Сен қанша жұмыс істедің? Шамамен 8 сағаттай. Адам сағаты былай есептеледі. Алдымен кіріс есепке алынады, сол табыс жұмыс істеген сағаттарға бөлінеді. Сонда сен 8 сағатқа 10 мың теңге алған болып шықтың. Сенің бір сағаттық жұмысың қаншаға тең болды? 1250. Мен нумерология бойынша кеңес берем. 1,5-2 сағатқа 10 мың теңге аламын. Сен 2 сағатқа 10 мың теңге төлейді екенсің. Дұрыс қой, сенің бір сағатың 5 мың теңгеге тең болып тұр. Мен модель болып жұмыс істеймін. Бір сағаттық түсірілім 5 мың теңге, ал жаңа киімдер топтамасын түсіру үшін 2-3 сағат уақыт кетеді. Сонда 10-15 мың теңге табыс табамын. Бір түсірілімге қанша уақыт жұмсайсың? 4 сағат. Ендеше біз 15 мың теңгені 4-ке бөлеміз. 3450. Үлкендер жағы қалай есептейді? Әуелі еңбекақы, басқа да кірістерін санап алады. Содан соң барлық табысын жұмыс істеген сағатына бөледі. Сонда атқарған жұмыс сағатының бағасы шығады. Егер адам жалданбалы жұмыскер болса, онда 168 сағат. 21 жұмыс күнін соған көбейтеді. Бұл қарапайым техника өзіміз қалаған бір затты сатып алу үшін қанша уақыт жұмыс істеу керек екендігін анықтап береді. Кәне бәріміз айбынды мысалға алып отырып есептеп шығайық. Ол сағатына 1250 теңге табыс табады. Сен өзіңе электросамокат алғың келді делік. Қанша ақша керек? Шамамен 125 мың тұрады. Сенің алғың келген электросамокатыңның бағасы 125 мың теңге.
Сенің әрбір жұмыс сағатың 1250 теңге. Саған самокатты алу үшін 100 сағат еңбек етуіңе тура келеді. Осындай жолмен бір затты алу үшін қанша сағат жұмыс істеу қажеттігін есептеп шығаруға болады. Мәселен, жаттығу құралы, велосипед немесе киім-кешек болсын. Оның бағасын осылай сағатқа бөлесіздер. Сонда қанша сағат талмай еңбек етулеріңіз керек екендігі белгілі болады. Күнделікті шығынды жоспарлау. Оны қалай жоспарлаймыз? Ай сайынғы кіріс алынып, онан барлық шығын алынып тасталынады. Егер отбасы болатын болса, азық-түлікке, коммуналдық төлемдерге, жол ақысына қажет қаржыны кірістен алып тастаймыз. Оның ар жағында белгілі бір сома қалды. Соны тура бір айға бөлеміз. Дима, сен осыдан біраз уақыт бұрын промоутер болып жұмыс істеп 40 000 теңге таптың. Оны алдымен қандай қажеттіліктерге жұмсайсың? Телефонға бірлік құям, спорт жаттығуларына және қосымша сабақтың ақысын төлеуге жұмсаймын. Олардың әрқайсының бағасы қанша? Шамамен 22 000 теңге болады. Біз 18 000 теңгені 30 күнге бөлеміз. Сонда күніне 600 теңгеден келеді. Содан бір тиынды асырмауымыз керек. Одан асып кетсең, қарызға кіресің. Сондықтан үнемдеуіңе тура келеді, ал артылған ақшаңды жинап депозитке салуыңа немесе инвестиция жасауыңа болады. Шығынды басқарудың соңғы үшінші техникасы 5 не үшін деп аталады. Мен жақында осы 5 не үшін техникасы туралы естіп білдім. Оны Жапонияның Toyota компаниясы жасаған дейді. Ол рас па? Иә, Toyota компаниясы осы техниканы алғаш рет қолданған. Енді ол психологияда, корпоративтік секторда, қаржы әлемінде қолданып жүр. 5 не үшін? Бұл техника мәселенің түпкі себебін зерттеу үшін қолданылатын әдіс. Техниканың негізгі міндеті осы сұрақты қайталап қою арқылы мәселенің түпкі себеп салдарын анықтау үшін неге деген сұрақ қойылады. Осыдан кейін осы зат маған шынымен де керек пе? Оны не істеймін деп өзіңе сауал қоясың. Содан кейін барып нақты шешім қабылдауға болады. Дамир, мәселен сен не алғың келеді? Самокат. Самокат не үшін қажет? Әрі-бері жүруің үшін. Саған дәл осы электр самокат өте керек болып тұр ма? Тез бару үшін. Сен уақыт үнемдегің келе ме? Үйге тез келу керек. Үйіңе неге тез келуге асығасың? Келіп жата қалсам деймін. Төсекке не үшін жаттың? Демалуға. Енді сен маған айтшы, оған самокаттың қатысы қанша? Осылай заттың қажеттілігін анықтауға болады. Енді Айбын, сен айтшы. Не алғың келеді? Жақсы компьютер алғым келеді. Ал оны не істейсің? Мен онымен жұмыс істеймін, түрлі бағдарламалар жасаймын. Ал ол бағдарламаларды қайтесің? Жаңа компьютердің артықшылығы көп. Бағдарламалардың үштімен жұмыс істеуге болады. Ондай компьютер эффектісі саған не үшін қажет? Бейнеэффектілер көркемдеу үшін қажет. Видеоны көркемдеп, анимация жасап не істейсің? Себебі видео әдемі болып шығады. Оны елдің бәрі ұнатып көретін болады, лайк басады. Ал саған лайк не үшін керек? Адамдар маған көптеп жазылса, мен өзімнің монетизациямды ашып, заттарға жарнама жасай аламын. Біз саған бірнеше сұрақ қойдық, одан сенің өзіңе ақша тапқың келгенін білдік. Өзіңнің алдыңа қойған мақсатың бар екен. Неге деген барлық сұраққа нақты жауап бердің. Компьютер алуыңа келісемін. Міне осылай, бұл бір затты маған не үшін қажет? Мүмкін онсыз да ыңғайын табатын шығармын деп өзіңе сауал тастап үйренуің керек. Бұл қаржы жинауды үнемдеуге көмектеседі. Бұл жолы біз сіздермен эмоциялық қақпандардың қандай болатын, олардың түрлері мен әдістерін анықтадық. Маркетологтар қандай әрекеттерге баратынын да білдік. Эмоциялық сауда-саттықтан хабардарсыздар. Енді жарнамаға сенбейтін болдық. Оның барлығы эмоцияға беріліп, сауда жасауға итермелейді. Енді біз шығынды басқарудың техникаларын білеміз. Сондықтан бұрынғыдай көп қаржы жұмсамауға тырысамыз. Қазір көптеген мобильді қосымшалар бар. Соның көмегімен шығынды нақты есептеп алуға болады. Білгендерің қажеттеріңе жарасын. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Аман, сау болыңыздар.